Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін хит болған трайфл десертін жасайтын боламыз. Оны милка десек те болады. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Кеттік. Еліктен өткізілген ұн, сапалы какао, қопсытқыш, қант, шым-шым тұз қосып, осы құрғақ ингредиенттің барлығын бірге араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 2 жұмыртқа, сүт, сұйық майды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ыстық суымызды қосып, тезірек араластырамыз. Содан соң біздің қамырымыз дайын болады. Біз оны міндетті түрде қызып тұрған 180 градустық пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеруді ұмытпаймыз. Коржымыз піскенше біз кремімізді дайындаймыз. Міндетті түрде 33% сапалы кілегейді, сливкиді қоюланғанша араластырамыз. Қоюланғаннан кейін қант ұнтағын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Оны өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Дәміне қарай. Креміміз дайын болды. Ал енді біздің жаңағы коржымызды алып, толықтай суытамыз. Суығаннан кейін оны осылай қолымызбен үгітеміз. Енді кез келген ыдыста жинасаңыздар болады. Бірінші крем, содан кейін корж, крем, корж ғылып барлығын жақсылап тұрып жинайтын боламыз. Мен ганашты шоколад пен сары майды араластырып жасадым. Соны барлығын құйып, қатқанша холодильникке салып қоямыз. Әсемдеу өз еріктеріңізше мен қағаздан түрлі формалар кесіп алып, үстіне қант ұнтағын сеуіп жасадым, және де осындай керемет кескіндер шыққан болатын. Сіздер өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Осындай керемет десерттер шықты. Олар өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер осы рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.